Сәлем достар, кезек сабақ жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта біз сіздермен рет бойынша алдыңғы сабақта наклон өткен болатын. Бүгінгі сабақта клавиатура 4x4 мембранный клавиатура деп аталынады. Одан кейін датчик газдан өтетін боламыз. Мембранный клавиатура ол матрицалық режимде құрастырылған негізгі кнопка, қарапайым кнопка десе де болады. Мына төрт тұрған қара колсқа, яғни строка, төрт тұрған сары роузға, столбеске жауап береді. Сонда бірде бір бар, екіде бірде екі бар, үште екіде алты бар деген сияқты строка мен столбестің қосындысында берілген кейпад деп аталынады. Бұл жерде ешқандай плюс-минус жоқ, барлығын Arduino'ның пиндарына жалғай береміз. И нәтижесінде өте бір керемет жоба алуға болады. Бүгінгі біздің жасайтынымыз ол батырмалардың негізгі мәндерін экранға шығарамыз. Ол бір. Одан кейін кез келген батырманы басатын болсақ, соған байланысты әрекет орындауға болады. Егер А басылатын болса, онда есік ашылсын, 6 басылатын болса, қызыл жансын, решетка басылатын болса, бәрі өшіп кетсін деген сияқты әрекеттер жасауға болады. Және де осы арқылы пароль жасауға болады. Оны біз көрсетпейміз, өздеріңіз жасап көрсеңіздер болады. Біз оны өте көп рет кезінде практика тұрғысында жасап қойғанбыз. Сонда сіз белгілі пароль бересіз, 1, 2, 3, Д және 9 деген парольге совпадение келетін болса, серво ашылады, пьеза дыбыс шығарып, жасыл светодиод жанады деген сияқты проект жасауға болады. Но бүгінгі біздің негізгі сабағымыз ол кейпадпен танысу. Код бөліміне өтеміз, текст продолжить. Біз библиотека қосуымыз керек, библиотеканың аты кейпад деп аталады. Яғни считывание нажатия клавиш на клавиатуре деген библиотека. Бірақ бұл жерде де өзінің дайын скетчі бар, сол скетчін аламыз. Скетчін алу үшін бізге Arduino IDE библиотекасы керек. Arduino'да кейпад дейтін библиотека орналасқан, немесе интернетте қарап көрсеңіздер болады. Примеры кейпад бөлімін ашамын. Қазір файл, примеры, кейпад. Кейпад, custom кейпад деген готовый скетч бар. Осы скетчтің Ctrl-A, Ctrl-C көшіріп аламыз. Және де кодқа қоямыз. Ctrl-A, Ctrl-V. Қазір осылардың барлығын рет-ретмен жасап шығатын боламыз. Ең бірінші подключение жасап алайық. Подключениені қалағандай ғып жасаймыз. Сол жағын 9-шы пиннен бастап жалғайық. 9, 8, 7, 6. Осымен біреу аяқталды. 5, 4, 3, 2. Жалпы подключение аяқталды. Енді скетч бөліміне өтеміз. Керек емес комментарийларды өшіреміз. Calls rows деген бізді строка мен столбеске жауап береді. 4x4, өйткені біздің клавиатурамыз 4 қатар 4 бағаннан тұрады. Одан кейінгі символдар, бізде строка мен столбесте қандай кнопкалар бар, соларды жазып шығамыз. Қазір бізде бірінші батырма ол 1, одан кейін 2, одан кейін 3, одан кейін үлкен А. Одан кейін 4, 5, 6, одан кейін Б, одан кейін 7, 8, 9. Осы жерге қалаған, негізінде қалаған клавиш бере беруге болады. Но бізде мембраныйда не бар, соны береміз. 9, С, мына жерге жұлдызша, 0, хэштег немесе решетка, одан кейін D. Осындай символдарды шығарғымыз келеді деп айттық. Одан кейін олардың пиндарын, row және call'дың пиндарын береміз. Біз 9-дан бастап төмен қарап түсіп жатырмыз. Себебі мінекей 9 ол бізде row-ға жалғанған. 9, 8, 7, 6. Одан кейін 5, 4, 3, 2. Егер осы жерге қандай өзіңіз қалаған пинді беретін болсаңыз, мына жерге сол пиндарды жазып шықсаңыз болады. Ал мұнау custom кейпад деген барлық кейпадты, библиотеканы make кейпадты, одан кейін hexacase, яғни барлығын row, call, row pin, call pin барлығының нәтижесінде custom кейпад пайда болды. Сөйтемізде serial begin-ге 9600 деп жазамыз, себебі 9600 деген монитор портқа беріледі. Одан кейінгі char деген ол символ, кез келген батырма бізде ол символға жауап береді. Custom кейпадтың мәнін custom кейға меншіктеді. Давайте біз оны мембрана деп атайық. Мембрана.
Жалпы кастом мынаның жалпы атауы қазір мембранада get деген алучит деген сөз. Кез келген батырмасын алып мембранаға жүктеп береді деген сөз. Сонда мынандай шарт береміз. Егер мембрана басылатын болса, экранға сол мембрананың өзі шықсын деген қарапайым шартты орындаймыз. Начать моделирование. Негізгі біздің қазіргі алайын деп жатқан әрекетіміз ол басылған батырмалардың шынымен сол символ екен ба, соны білуіміз керек. 1, 2, 3, A. Окей. 4, 5, 6, B. 7, 8, 9, C. Жұлдызша 0, хэштег D. Яғни барлығы дұрыс, осының орнына мына жерге қалаған символдарыңызды қоя берсеңіздер болады. Енді ең қарапайым шарттың бірі ол бұлай орындалады. Егер өзіңіз алдағы уақытта шарт жазам дейтін болсаңыздар, егер мембрана екі теңдік тең болатын болса, бір ғана символға, мысалыға 5 дейтін батырма басылатын болса, онда digital right қызыл хайт. Келесі әрекет, бұны енді таңдау операторымен жасауға болады, бірақ ең оңайы да бола береді шартты оператормен жасасаңыздар да. 9 басылатын болса, қызыл өшсін. Лау. Енді светодиодқа ат береміз. Int қызыл тең 13-ке бере салайық. Setup pin mode қызыл output. Так, барлығы дайын. Енді 13-ші пинға 110 резистор арқылы базовый светодиодты жақып көреміз. Резистор. Жақындатамыз. Номинал 110. Минусы минусқа, плюсы 12-ке жалайық. 12. Себебі бізде 13-ке тоқ өте аз келеді. Тоқтың кішкене миллиампері ол L дейтін диодқа кетеді. Енді тексереміз. 5 пен 9-ға берді қателеспесек. 5 басылатын болса жаңа, 9 басылатын болса өшеді. Начать моделирование. 5-ті басамыз, диод жанды. 9-ды басамыз, светодиод өшті. Осымен мембранаға қатысты қысқаша сабағымыз аяқталды. Видеода сұрақтар болатын болса, комментарийге қалдырыңыздар. Өздеріңіз эксперимент жасап көрсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Келесі сабақта жүздескенше сау саламатта болыңыздар.